Бәріңізге ассалаумағалейкум. Жаңа жылдарыңызбен қазақ елі. Осы жыл баршаңызға толағай табыс пен таңғажайып тосын сыйларын алып келсін. Еліміз 101 жала, 1001 пәлекеттен аман болғай. Жа бастайық. Тоқаевтың 2023 жылды орыс тілінің жылы деп атағаны белгілі. Бұған біздің қоғам не дейді? Қырғызстан президенті Садыр Жапаров елін түбегейлі қырғыз тіліне көшіріп жатқаны рас па? Айырқалпақ тағайыннан нен үйренуіміз қажет? 2023 жыл Қазақстан мен Ресейдің соғыс жылы болады деп көкіген пропагандист кім? Бұл туралы өте шұғыл ақпараттарды сізге көрген дұрыс. Ол біздің көңілі жайсан көрермендер. Саусақтарыңыз 10 тонна болып кетсе де лайктарыңызды басып қойсаңыздар. Сіздердің қолдауларыңыз бізге зор шабыт пен еңбегіміздің үлкен жемісі болып табылмақ. Кеттік ендеше. Ардақты ағайын, сүп-сүйкімді мына 5 балақай мен жалғыз басты ана бәріңізге таныс болар. Олар сіздердің көмектеріңізге әлде болса қатты мұқтаж. Біреудің үйін уақытша паналап отырған олар көмірді шетінен қаппен сатып алады. Ол таусылғанда үйді кішкентай ғана электр пешімен жылытады. Үй суық болған соң балалары қайта ауырады. Балақайлардың тіпті сыртқа киіп шығар қалың сырт киімдері де жоқ. Олар таңнан кешке дейін үйден шықпайды. Көретін не теледидар да жоқ. Біздің видеоны кемі 100 мың адам көреді екен. Егер әрбір жан кемі 100 теңгеден аударса, онда 10 миллион теңге әп-сәтте жиналады. Иә, қазір 500 мың теңгеден аударуға көп адамның шамасы жетпейді. Сондықтан сіздерден бар болғаны 100 теңге ғана сұраймыз. Берген ақшаларыңыз қайда, қалай жұмсалды? Оны Ерасылдан YouTube каналына тіркеліп көріңіз. Тағдырым бар, ешкімге ұқсамайды. Тоқаев 2023 жылды орыс тілі жылы деп жариялаймыз. Алдағы 2023 жылы достастықта орыс тілі жылы атап өтіледі. Бұл пікірді Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев МДХ мүше мемлекеттер басшыларының бейресми кездесуінде мәлімдеді деп жазады Адана ұлттық порталы. Жалпы мәдени гуманитарлық ынтымақтастық пен ТМД кеңістігіндегі тілдік кеңістікті нығайтудың тұрақты маңызы бар. Әрине бұл жерде орыс тілінің рөлі ешбір күмән тудырмайды, деді Қасым-Жомарт Тоқаев. Тоқаев 2023 жылы Санкт-Петербургке достастықтың мәдени астанасы ресми мәртебесін беру, ТМД елдер арасындағы мәдени байланыстарды нығайтуға қызмет ететініне сенім білдірді. Біз мемлекеттеріміздің мүдделеріне сай келетін ақпараттық күн тәртібін бірлестіп ойластырамыз деп ойлаймын. Алдағы 2023 жылы достастықта орыс тілі жылы аталып өтіледі. Қазақстанның ТМД аясында орыс тілін қолдау жөніндегі халықаралық ұйым құру туралы бастамасы іс жүзінде дамитын болады, деді Тоқаев. Ал Петербордағы жиналыстан кейін еліне кеткен қырғыз президенті Садыр Жапаров қырғыз үкіметінің жиналысын ұйымдастырып, сол жерде үкімет саласындағы бүкіл құжаттарды қырғыз тіліне аударуға және болашақтағы іс қағаздардың бәрін тек қырғыз тілінде жазуға шақырыпты. Онымен қоса, Қырғызстанда 100-ден аса әртүрлі ұлт өкілдері тұратынын, бірақ соның бәрінің басын қосып біріктіретін дүние қырғыз тілі болуы тиіс. Және де ұлтымыз қырғыз бола тұра құжатнама қағаздарының орыс тілінде жүргізілуі мүлдем дұрыс емес. Бүгіннен бастап жоғары ведомстволардағы қырғыз тілінің үлесі 50%-дан кем болмасын және сол деңгейді барынша көтеруге жұмыстар жасалсын, депті қырғыз президенті. Елдің ыбырай, біздің ыбырай, ей! Ал қоғам белсендісі Алма Түсіпбекова болса, Тоқаев мырза, қазақ тілін саясатқа айналдырмаңдар деп айтқан болатын. Ал өзі Ресей тілін 2023 жылы ТМД елдерінде қолдау жылы деп бастама көтерді. Жалпы 2023 жылы Қазақстанда орыс тілі жылы болмақ. Мен бұл бастамаға түбегейлі қарсымын. Себебі Қазақстанда бір ғана мемлекеттік тіл бар. Ол қазақ тілі. Жасасын қазақ тілі. Егер қолдап жатсаңыздар жазбаны бөлісуді сұраймын деп ашына жазды. Тоқаев Кремльге қанша жағынғысы келгенімен де ол жақтың сазбет, ащы тілді шәуілдіктері үруін қояр емес. Донецк сепаратистерінің қолбасшысы, Кремль пропагандисі Гиркин Стрелковтың пікірі әлеуметтік желіде тарады. Оның айтуынша қазақ топырағы алдағы уақытта соғыс майданын айдаладымыз. Ісінен болбыр сөзі бұрын шабатын Ресейдің қоғам қайраткері қазақ елін Ресейдің алдағы уақыттағы алсар жауының қатарына қосты. Оның болжамдарына сенсек, қазақ-орыс шекарасы алдағы уақытта қақтығыстың ордасына айналады.
Ресейдің өкпешіл әскери өкілі қазақ билігін ұлттанып, қазақланып, ұлттық құндылықтарға бет тұрғанына, елдің ұлттық санасының серпілгеніне аса ренжулі. Бұған қатысты қазақ елінде Ресейге қарсы қысас көрсеткен билік топтар шоғырланды. Олар Ресейді атқыламайды, бізбен бауырлас. Дегенмен қаңтар қақтығысы қазақта әлі жалғасады. Себебі олардағы мәселе шешімін таппады. Әрі қазақ елі біздің жауымызды ашық қолдап отыр. Менің пайымдауымша қазақ елінде орыстарға қарсы қысым соңғы уақытта күрт өсті. Мұның соңы соғыс құласары анық, деді Гиркин Стрелков. Олардың алдыңғы видеоларымызда айтқан тағы бір саясаттанушысы былай деп еді. Сөзбе-сөз, Қазақстандағы ақштың биозертханалары жайлы біз ұмытып кете береміз. Алғашқыда күліп едік, сенбеп едік. ақш Қазақстанда биозертхана ашуы мүмкін емес дедік. Сөйтсек Украинадағы секілді Қазақстанда да екі әскери биозертхана бар екен. Ол ақштікі. Сондықтан сөзсіз тікелей қақтығыс болады. Ал қақтығыстың қашан болатынын біз шешпейміз дейді. Бұл дегеніңіз қарапайым сөзбен айтсақ, Украинадан соң Қазақстанның мәселесіне кірсеміз, керек болса соғысамыз деген сөз. Қақтығыс сөзсіз болады дегеніңіз басқа емес, нақ осы сөз. Міне, бұл сөздің бәрін Кремль ауыздарына салып беріп отыр. Ал біздердікі осындай олқылықтарда болдырмасақ екен деп құрдай жорғалап әлек. Бірақ одан шығып жатқан нәтижені өздеріңіз де көріп отырсыздар. Сіз үшін көрген дұрыс.